Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ахметова Салима. Сіздерге бүгін бет массажын аппаратпен қалай жасау әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге Sunway компаниясының S1 маркалы ультра дыбыспен жұмыс жасайтын аппаратымыз қажет болады. Бізге процедураға емдік косметикамыз және де күнделікті қолданатын косметикамыз керек болады. Және де бір реттік қана қолданатын чашка, кисточка, маскамызды қолданатын боламыз. Массаж бастамастан бұрын қарсы көрсетілімдері бар қағазбен таныстыруымыз қажет болады. Бірінші біз бетті толығымен тазартып алуымыз қажет. Ол үшін салфеткамызды бірінші орап аламыз қолымызға. Мына әдіспен және де бірден иектің астынан құлақтың артына дейін сүртетін боламыз. Бірінші біз иектің астынан құлақтың артына дейін сүртетін боламыз. Екінші линиямыз иектің үстімен құлаққа дейін және де ерінді, бетті сүртеміз. Және де қас қабақты жоғары қарай көтере отырып сүртетін боламыз. Көзді сүрту үшін толықтай салфетканы жабамыз көзге және де көздің үстін сүртетін боламыз. Төмен қарай мұрынды да сүрте кететін боламыз. Мойынды сүрту үшін толыққанды иықтан бастап барлығын жоғары қарай көтере отырып сүртетін боламыз. Молочкомен қазір бетін жуатын боламыз. Бізге осынша қажет болады. Толықтай біз молочконы әбден көпіртіп аламыз. Көпіртіп алып толыққанды бетті жоғары қарай көтеру әдісімен жуамыз. Бірінші линиямыз болатын болса, екінші линиямыз бетті көтереміз, үшінші линиямыз және маңдай кетеді. Содан кейін ғана мұрын және маңдай. Ойынды да жуатын боламыз. Иықтан бастап жоғары қарай көтере отырып толыққанды бетті енді сүртіп аламыз. Көпірген молочкомыздың барлығын кетіретін боламыз. Ендігі этабымыз біз құрам дайындайтын боламыз. Микропептидтермен байытылған геліміздің 2 сығында алатын боламыз. Және де тірі аштықлардан жасалған біздегі дрожжды 1 тамшы қосатын боламыз. Гиалурон қышқылынан да 1 тамшы аламыз. Осыған составымызға 1-1 су құятын боламыз. Таза су өнімін қосамыз. Осы құрамымызды әбден араластырамыз. Енді дайын гелімізді толыққанды бетіне жағып шығатын боламыз. Процедурамызды бастау үшін аппаратымызды қосатын боламыз. Аппаратымызда 2 функциясы бар, бет және дене. Бет функциясын 2 рет қосқан кезде бізде жасыл кнопкалар жанатын болады. Бірінші линиямыз иектің астынан құлақтың артына дейін жүргізетін боламыз. Бұл бізде бірінші линия. Әр линияны 5-тен 8 ретке дейін жүргізгендеріңіз дұрыс. Екінші линиямыз иектің бойымен құлақтың ұшына дейін баратын боламыз. Бұл да 5 реттен 8 ретке дейін қайталағандарыңыз дұрыс болады. Үшінші линиямыз иектің бойымен құлақтың ұшына дейін апаратын боламыз. Бұл бізде үшінші линиямыз. Төртінші линиямыз ерін басылған жерден бастап құлаққа дейін баратын боламыз. Насатканы 45 градуста көтереміз, алманы көтере отырып, саңмайға дейін апаратын боламыз. Процедура барысында гельді жағуды ұмытпаймыз. Міндетті түрде бетте гель болу қажет. 6-шы линиямызда көздің астынан 45 градуста ұстап отырамыз да, жоғары қарай қастың бойымен көтеріле отырып, маңдайға фиксация жасайтын боламыз. Бұл бізде 6-1. 6-шы линиямыздың екінші бөлігі қастың ортасынан жоғары қарай көтеріле отырып, шашқа дейін фиксация жасайтын боламыз. 6-шы линияның 3-ші бөлігі қастың біткен жағынан дәл осылай шашқа дейін көтереміз. 7-ші линиямызда ерінің үстінен шығарсақ та болады, иектің астынан түсемізде ерінің үстінен шығарсаңыздар да болады. Немесе келіп мұрыннан шығарсаңыздар да болады. Бұл бізде 7-ші линиямыз. 8-ші линия төменгі жақтан бастап, бетті көтере отырып, көздің астынан өтемізде және де қастың бірінші бөлігінен жоғары қарай көтеретін боламыз. 8-ші линиямызды 3 бөлікке бөлінеді. 8-ші линиямыздың екінші бөлігі қастың ортасынан шашқа дейін фиксация жасайтын боламыз. 8-дің 3-ші линиямыз бізде қастың шетінен шашқа дейін фиксация жасайтын боламыз. Бұл жерде толықтай мұрынға дейін келеміз. Көздің астынан және де қастың
шетінен қарай тартатын боламыз. 9-шы линиямыз бізде мұрын болып келеді. Насадканы қырлап қойып, ерінге қарай айландырамыз да, қыр мұрынды қылып, жоғары қарай тартатын боламыз. Және де фиксация бізде шашқа келеді. 10-шы линиямыз бізде маңдай. Толыққанды қастан жоғары қарай барлығын шашқа қарай көтерсек болады. Маңдайда егерде қастың ортасында әжімдер болатын болса, екі жаққа тарта отырып жасасаңыздар болады. Және де маңдайдың үстінде әжімдер болатын болса, екі жаққа жүргізіп жасай берсеңіздер болады. Және де барлығында соңында қайта жоғарыға көтергендеріңіз дұрыс. Ендігі бізде гелімізді мойынға жағамыз. 11-ші линия бізде мойын болып келеді. Мойынға қоя отырып, құлаққа дейін көтеретін боламыз. 11-1, 11-2, және де 11-3 болып, үшке бөлінеді бұл зонамыз. 12-ші линиямыз бізде иектің бойымен қойып, төмен қарай түсеміз құлаққа дейін, және де квадрат ретінде шығаратын боламыз. 12-1, 12-2, 12-3 болып, бұл да 3 бөлікке бөлінеді. 13-ші линиямыз егерде бетті арық ретінде көрсеткілеріңіз келетін болса, толыққанды барлығын жоғары қарай көтерсеңіздер болады. Бұл соңғы линиямыз 13-ші линиялар. 13-1, 13-2 болып бөлінеді. Енді кішкене ғана бетке гель жағып, қол массажын жасап беретін боламыз. Бірінші оң қолымызбен құлақтың артына дейін барып, екінші қолымызбен тартатын боламыз. Бірінші линиямыз болатын болса, қолымызды қайшылап келіп, жоғары қарай көтеретін боламыз. Үшінші линиямыз ерін және де бет. Көздің айналасында жоғары қарай көтере отырып, қол массажын жасап беретін боламыз. Қол массажынан кейін толықтай гельді тазалап сүртіп алатын боламыз. Дайын гелімізді қайтадан маска ретінде жағатын боламыз. Бірінші геліміз жағылады. Бір реттік маскамызды біз суға салып алып, қазір бетке қоятын боламыз. Бұл жібектен жасалған маскамыз. Маскамызды төменнен жоғары қарай бетке қоямыз. Толыққанды барлығын бір келкі қылып бетке қойып шығамыз маскамызды. Маскамыздың үстіне қалған гелімізді жағып шықсақ болады. 10 минут бізде маскамыз тұратын болады бетте. Сол кездерде басына, мойнына және де декольте зонасына дейін массаж жасап берсеңіздер болады. Және де кеудесіне дренажный массаж жасап берсеңіздер болады. Масканың уақыты бітті, енді масканы алатын боламыз. Масканы алғаннан кейін тағы бір рет қол массажын жасап береміз. Масканы алғаннан кейін точный массаж жасап жүрсеңіздер болады. Иектің астына, мұрынның үстіне, және де қастың үстінен, және де көздің астына екі самайдан жасап жүрсеңіздер болады. Маскадан кейін енді қалған составтарымыздың барлығын толыққанды сүртіп шығатын боламыз. Бетте ешқандай геліміз қалмауы қажет. Соңғы этабымыз бізде бет күтіміне арналған өнімдерімізді пайдаланатын боламыз. Бірінші этабымыз бізде тоник, креміміз және де көз айналасына арналған кремімізді жағатын боламыз. 5-6 капля алақанымызға тамыза отырып, толыққанды бетке жүргізетін боламыз. Кремімізді аздаған мөлшерде ала отырып, бетке жеткізетін боламыз. Көз айналасына арналған кремімізді аздаған мөлшерде ғана ала отырып, көз айналасына жағатын боламыз. Көз айналасындағы әжімдердің барлығында жоғары қарай көтере отырып жақсаңыздар болады. Бұл процедура арқылы өздеріңізге мезотерапия, блефаропластика және чистканың орнын алмастыра отырып, купероз, пигментация және де акне орындарын кетірулеріңізге болады. Және де кішкентай машиналарыңыз болатын болса, бірден кетіруге мүмкіндіктеріңіз бар. Тыңдағандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.